Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен түрік халқының сүйікті тағамдарының бірі жасымық сорпасының рецептісін ұсынатын боламын. Бұл сорпаның пайдасы өте мол. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен пиязымызды және сәбізімізді уақыттап турап алатын боламыз. Ыдысымызға сары майымызды салып, оны қыздырып, содан соң уақыттап туралған жуамызды салып, 3-4 минуттай қуырып аламыз. Сары майдың орнына сұйық май салсаңыздар да болады. Содан соң ұнымызды салып, 2 минуттай тағы да араластырып қуырып аламыз. Содан соң сәбізімізді салып, оны 3 минуттай қуырып, кейін томатымызды салып, оны 2 минуттай қуырып алатын боламыз. Содан соң жақсылап жуылып тазаланған жасымықты салып, араластырып, бөлме температурасындағы фильтрленген суымызды құятын боламыз. Су міндетті түрде бөлме температурасындағы су болу қажет, ысы немесе салқын су құюға болмайды. Енді бетін жауып, орташа отта қайнататын боламыз. Біздің сорпамыз қайнап жатыр, енді оны блендерден өткізіп аламыз. Міндетті түрде осы видеода көрсетілгенше блендер болу қажет. Сорпа қайнағаннан соң оны салқындатып алсаңыздар да болады, немесе дәл солай ыстықтай күйінде блендерден өткізе берсеңіздер де болады. Бізде осындай сұйық сорпа шықты, бірақ сорпа тұрған сайын ол қоюлана береді. Өзіңіздің талғамыңызға қарай қою немесе сұйық қылып жіберсеңіздер болады. Содан соң дәм талғауыңызға байланысты тұз бұрышын салып, оны 5 минуттай қайнатып алатын боламыз. Осымен біздің сорпамыз дайын болды. Мен чесночный хлебпен ұсынғанды жақсы көремін. Оның рецептісін описаниеде қалдырып кететін боламын. Егер видеом ұнаған болса, маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.